Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі қазақ тілінен өтетін жаңа тақырыбымыз ауасыз тіршілік жоқ. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатымен таныс болыңыздар. Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазыңыз. Алдымен серпілген сауалдарға жауап беріп алайық. Бірінші, ауадағы тіршілік көздеріне нелер жатады? Және ауаны тазарту үшін қандай әрекеттер жасауға болады? Қанекей балалар, ойланып жауап беруге тырысайық. Жауап берген болсаңыздар, мына жауап нұсқаларымен салыстырыңыздар. Адамдар, құстар, жануарлар, тағда басқаларды біздер тіршілік көздеріне жатқызамыз. Ауаны тазарту үшін тал отырғызып, гүл егуіміз керек. Мінекей балалар, осы сұрақтарға жауап берген болсақ, келесі сабағымыздың негізгі бөліміне көшіп, тапсырма орындайық. Берілген графиктерге қарап, мәтін құрастырыңыздар. Сіздерге 3 түрлі кесте беріліп тұр. Осы кестедегі мәтіндерді пайдалана отырып, мәтін құрастырыңыздар. Мәтін құрастыру үшін алдымен бағалау критерийі мен дескрипторға назар аударыңыздар. Бағалау критерийі: мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазады. Ал дескриптор: графиктер бойынша мәтін құрай алады, мәтін құрылымын сақтайды. Оқушылар, тапсырманы мұқият орындауға тырысыңыздар. Мәтінді жазып болдыңыздар деп ойлаймын. Мына мәтінге назар аударыңыздар. Ауаның құрамында азот, оттегі, көмір қышқыл газы бар. Ауа иіссіз, түссіз, пішіні жоқ, дәмсіз, жылу сақтайды. Ауа массалары климат қалыптастырушы факторға жатады. Өте жақсы оқушылар, тапсырмаға белсене қатыстыңыздар. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Ойды өрбіт әдісі бойынша мына тірек сөздерді қатыстырып, мәтін құраңыздар. Сіздерге алдымен мәтіннің алғашқы сөйлемін айтайын. Адамзат баласы үшін ауаның алар орны ерекше. Ары қарай мәтінді құрау үшін сіздерге берілетін тірек сөздер: атмосфера, көгалдандыру, ластау, түтін. Бұл тапсырма бойынша бағалау критерийі: мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазады. Дескриптор: тірек сөздерді қолданады, мәтін құрастырады. Балалар, тапсырма орындау барысында дескриптордан ауытқып кетпеңіздер. Тірек сөздердің барлығын мәтін барысында қолдануға тырысыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, мына мәтінмен салыстырып көрейік. Адамзат баласы үшін ауаның алар орны ерекше. Бірақ қазіргі таңда ауа ластануда. Машиналардан түрлі улы газдар, түтіндер бөлінеді. Осылардың алдын алу үшін көгалдандыру жұмыстары жүргізілуі керек. Әр адам өз жауапкершілігін түсініп, ауаны ластамауы қажет. Бұл мәтінді де өте жақсы орындадыңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылап, үй тапсырмасына кезек берейік. Үй тапсырмасы: өзің тұратын елді мекеннің суретін сал. Содан кейін нақты дәлелдермен дәлелдеп, шағын мәтін құрастырыңыз. Бұл тапсырманы орындау сіздерге қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.